Қайырлы таң қазақ елі. Бүгін 23 тамыз 23 жыл. Бүгін бір сұмдық жаңалық естіп жатырмық. Қазақстанда цифрлық теңгені енгізу жаңа жоспарлануда. Цифрлық теңгені мен қазақ халқына не екенін түсіндіргім келіп тұр. Қарапайым тілмен айтқанда. Адамдар оны банкоматский карточкамен теңестіреді. Ол деген екі бөлек нәрсе, екеуі ұшан теңіз арасы. Жер мен көктей. Банкоматский карттан айырмашылығы банктер болмайды. Тек қана цифрлық валюта болады. Цифрлық валютада банкомат болмайды, себебі ода деген наличный ақша болмайды. Наличка ақшаны бәрін алып тастайды. Наличка ақшаны алып тастайды. Басында бәрі айтады, наличка ақша болады, банктер болады, цифровой теңге болады, үшеуі бірге жұмыс істейді, конституция бойынша бәрі жақсы, анау мынау, оның бәрін бізге іледі. Оның бәрін іледі құлақтан. Енді қараңыздар, не болады цифрлық теңге енгізсе? Бірінші оны госслужащийлерден бастап енгізеді. Ол деген акиматский, мұғалімдер, баяғы соларды напрягать етеді, ЖКХ, сосын полиция, армия, соларға қолдатқан қағаздар